Ассаламу алейкум достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді, көтеріліп, жұп-жұмсақ болып пісетін екі түрлі нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер, және де менің YouTube каналыма жазылып, видеоларыма лайк баса жүріңіздер. Ендеше тағамның жасалу жолына кірісейік. 500 грамм ұн алып, көз мөлшерімен тұз қосамыз. Ерітілген сармай қосамыз. Ашытқы қосамыз. Және де жылы су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды ашытуға 1 сағат шамасында қойып қоямыз. Противенді дайындап алдым. Міне бізде қамырымыз ашып дайын болды. Осы ашыған қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігінен батон жасаймыз. Осылай кішкене ұн сеуіп, қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қолымызбен осылай жайып, төртбұрышты формаға келтіріп орап шығамыз. Бірден батон формасына келтіретін болсақ, батонымыз жан-жаққа жайылып, түрі әдемі болып шықпай қалады. Сондықтан осылай бірінші төртбұрышты етіп жинап алғандарыңыз жөн. Осылай екінші ретте, шеттерін реттеп, батон формасын жасайтын боламыз. Жан-жақтарын қолдарыңызбен дұрыстап жіберіңіздер. Енді противенге қоямыз. Енді екінші қалған бөліктен лепешка жасайтын боламыз. Мен бұл қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. 2 лепешка жасауға менде противенге симайтын болды, сондықтан 1 лепешка жасадым. Осылай қолымызбен дөңгелек пішін жасаймыз да, ортасын қолымызбен ойып әдемілеп шығамыз. Енді нандарымызды тағы да жарты сағатқа көтерілу үшін бетін майлықпен жауып қойып қоямыз. Енді осы кезде лепешканың бетіне себу үшін күнжітті 2-3 минутқа қуырып аламыз. Міне нан дайын болды, көтеріліп. Енді лепешканың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін қуырылған күнжітімізді сеуіп шығамыз. Енді батон нандарымыздың үстіне су жағып шығамыз. Одан кейін електен өткізіп, ұн сеуіп аламыз бетіне. Одан кейін пышақпен надрездер жасап шығамыз әсемдік үшін. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында нандарымызды пісіріп аламыз. Міне бізде нандар дайын болды. Қараңыздар, қандай керемет, әдемі болып шыққан. Мен сіздерге кесіп көрсеттім. Жұп-жұмсақ болып көтеріліп, дәмді болып шығады сармайға илегендіктен. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, ас болсын.